Hello children, how are you? Let's start our lesson. Біз бүгін осы тарау бойынша грамматикалық ережелерді қайталаймыз және сол бойынша тапсырма орындаймыз. Окей, біз осы 90-да, яғни екінші тарауда біз жай осы шақты өткен болатынбыз. Жай осы шақ. It is in English the present simple. Окей, жай осы шақтың қолданатын аясын қарастырайық. Бұл бірінші іс-әрекеттің дәл қазір болып жатқандығын білдіреді. I do morning exercises every day. Сонымен қатар іс-әрекеттің дәл қазір болып жатқандығымен қатар, яғни біздің күнделікті жасайтын әдеттеріміз, привычка дейміз, хоббиміз, яғни күнделікті жасайтын іс-әрекетіміз осы present simple-ға жатады. I do morning exercises every day. Мен күн сайын таңертең жаттығулар жасаймын. Яғни бұл күнде оның қалыптасқан привычкасы, әдеті. Сондықтан бұл present simple болады. Келесі екіншісі, бұнда яғни бізге уақытты білдіретін сөздер every day, usually, normally, often, always, sometimes, seldom. Осы сөздер бізге present simple-ды анықтауға көмектеседі. Егер де сөйлемде кез келген осы сөзді байқасаңдар, демек ол бізде present simple-да тұр. Окей, next. Келесі қолданатын аясы жалпыға белгілі шындық. Мысалы, біз мұздың 0 градусты қататын білеміз. Сонымен қатар күннің батыстан батып, шығыстан шығатынын да біз білеміз. Аспанда бір ғана айдың барын, және біз тек қана жер планетасында өмір сүретініміз туралы біз оны білеміз. Бұл жалпыға белгілі шындық. The sun rises in the east. Күн шығыста шығады. Бұл бізде present simple. Келесі, осы шақтағы оқиғалар тізбегінің іс-әрекеті. Осы шақ, яғни настоящее время, дәл осы шақ. I get up 7 o'clock, eat breakfast and go to school. Яғни сен таңертеңнен тұрғанына осы шаққа дейінгі істеген іс-әрекетінді айтамыз. Мысалы, мен таңертең 7-де тұрдым, таңғы асты ішіп, мектепке барамын. Бұл бізде present simple. Бұнда бізге first, then, after деген уақытты білдіруші сөздер көмектеседі. First, ең алдымен, немесе бірінші, then, содан кейін, after, кейін. Окей, present simple етістіктердің жіктелуін қарастырайық. Болымды сөйлем, сұраулы және болымсыз сөйлем қалай жасалады? Болымды сөйлем өте оңай, яғни кез келген етістікті аламыз. Жай ғана айта саламыз. Мысалы, I go, мен барамын, Ал егерде үшінші жақта біз білеміз, S жұрнағын қосамыз міндетті түрде. I go, мысалы. Окей? Next, сұрақ қойғанда do деген сөзді. Do көмекші сұрау сөйлемді қоямыз. Сұрау сөзді do-ды қоямыз. Үшінші жақ үшін does-ды қосамыз, Міне do and does. Мұнда бізде, ал болымсыз сөйлемде, балалар, бізде біздің сұрау сөздеріміз, яғни есімдіктерден кейін келеді, міне do, does. Одан кейін not-ты қосамыз. Бұл бізде өте оңай. Келесі, одан кейін бізде to be етістігі. Міне, біз was, when-ы қолданайық. Алдыңғы сабақта біз балалар was, when-ы өткен болатын біз бірге. Мысалы, біріншісі was all I, he, she, it үшін was-ды қолданамыз, міне. Ал we, you, they көпше түрінде біз when-ы қолданамыз. Міне, осыны қолданамыз. Ұмытпайық, Negative болымсыз сөйлемде was not, wasn't, were not болады. Ал question болғанда, мына екеуінің орны ауысып кетеді осылай. Міне, көріп тұрмыз, was I. Окей, сонымен балалар, бүгін орындайтын тапсырмаларың өз кітаптарының 25-ші бетінде 3 тапсырма беремін. Бірінші тапсырмада complete the sentences with the present simple form on the verbs in the box. Яғни қорапшаның ішіндегі сөздерді қолданып, present simple-дың көмегімен сөйлемдерді толықтырамыз, сөйлемдерді аяқтаймыз. I ride my bike to school.
яғни етістіктерді мағынасына қарай қойып шығамыз. Сөйлемді барлығын көшірмейміз балалар, уақыт кетірмейміз. Нөмірлеп қана етістіктерді жазамыз. Окей, next. Екінші тапсырма дәл осының астында. Rewrite the sentences, use the negative form of the verbs. Negative деген болымсыз сөйлем. Яғни, we don't like spiders. Біз өрмекшілерді ұнатпаймыз. Don't like. Көріп тұрмыз, е? Don't, doesn't. Осылар ғой біз білетіне. Қазір жазып береміне. Don't. Одан кейін үшінші жақ үшін doesn't, біз білеміз. Өзіміз қарап шығамыз қазір. Осылай қойып шығамыз. Келесі төртінші тапсырмада тағы да балалар көшірмейміз ештеңе. Өзіміз осылай жазып шығамыз. Complete the sentences with was, wasn't, were not. Яғни, балалар қандай жағдайда бізде not қолданылады? Егер де сұрақтардың жауабы no болса, біз not'ты қолданамыз. Осыны ескерейік, жақсы ма? Мысалы, мұнда біз was you at home last weekend? Were болады, е? Were you at home last weekend? Сен өткен аптада үйде болдың ба? No, we won't. Осылай жазып шығамыз, окей? Түсінікті ғой? So our lesson is over. Goodbye.